Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, ұстаздар. Бүгінгі әліппемен қоштасқалы отырған менің жас та болса шәкірттерім. Бүгінгі ата-аналар, сіздердің балаларыңыздың білім шыңына басқан алғашқы қадамдары құтты болсын. Әліппе бітіру мерекесіне арналған ертеңгілігімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Өсті міне бойларың, өсті міне ойларың, қуанышқа ортақпын, құтты болсын тойларың. Армандасаң да, қиялдасаң да, балалық шағың көз алдыңа келеді. Өйткені биік асуға беттеген аяулы ғұмыр, ғажайып өмір, осынау бал күлкілі балалық шақтан басталады. Міне бүгін біздің бүлдіршіндер өміріне өшпес із қалдырған әліппемен қоштасқалы отыр. Ендеше қызықты да ғаламат өзгерістер сыйлаған, білім нәрімен сусындатқан, өмірде өз жолдарын табуға жол сілтеген ұстаздарына, ата-аналарына өз өнерлерін көрсетуге дайын. Олай болса, бүгін жүргізушілерімізді ортаға шақырайық. Сәлеметсіздер ме, аса қадірменді ұстаздар? Армысыздар, ардақты әкелер мен аруана аналар? Кешегі сәби балаңыз жарады, міне қараңыз. Ғылым білім жолына енді қайық саламыз. Осы біздер қандаймыз? Мың бұралған бешіміз. Ендеше бүгінгі әліппемен қоштасу ертеңгіліміздің беташарын бір топ бейшілерімізді ортаға шақырайық. Поставь. Үлкенге ізеттіміз, кішіге қамқоршымыз, көп оқимыз, терең оқимыз. Балалар, берген. Бар жақсы жастар үшін ерлік пен егемендіктің киелі туын 21 ғасырда асқақтата желбірететінде болашақ ұрпақ. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің мерейтойында ел жастарына арнаған сөзінде осылай деген болатын: ал жүрегі елім деп соққан жас буын тәуелсіздікті тұғырлы етуге қосар үлесіңіз әлі де орасан дейді. Тарих тоғыстырған, тағдыр табыстырған бүгінгі күнге қазақ халқы ерлікпен қол жеткізді. Қуатты Қазақстанның құтты іргесін, мығым шаңырағын шайқалтпай ұстау келешек жастардың міндеті. Ақтердің қарны жарылған ұлыстың ұлы күнінде елбасы тұтас қазақтың жастарға деген сенімін осылай жеткізді. Біз сендердің білікті маман,
болашағы жарқын, отаншыл азамат болып өсулері үшін барлығын жасап келеміз. Біз сендер үшін білім беру мен ғылымның ең озық жүйесін жасаудамыз. Сендердің алдарыңнан ата-бабаларың армандап көрмеген ғаламат мүмкіндіктер ашылуда. Біздің жеңісті жолымыз бен жасампаз дәстүрімізді сендер лайықты жалғастыруға тиіссіздер. Тәуелсіздіктің кепілі бірлікте ел бірлігін көздің қарашығындай сақтап. Міне балалар, бізге елбасының жолдауы үлкен, зор үміт күттіреді. Сондықтан сіздер осы жолдауға өз үлестеріңді қосу үшін мектептегі аттаған қадамдарынан бастап, мектепті бітіргенше жақсы оқып, жақсы тәрбиелі болсаңыздар, міне сіздердің осы бүгінгі айтқан елбасының жолдауына өз үлестеріңді қосты деп санаймыз. Ертеңгілігіміз әрі қарай жалғасады. Елімізді өркендететін, қазақ тілін көркемдететін, бабаларға тағзым ететін, аналарға бас иетін, елтаңбасымен еңселі, туымен тұғырлы, әнұранымен айбатты. Хор, біз қазақ... Біз қазақ елінің болашағын слайд жүрмейсің бе? Әлі, қараңдар балалар. Сонымен балалар, біз қазақ елінің болашағын көрмейді екен. Біз қазақ елінің болашағы! Хор, әнұран. Тұрамызды ұқсап. Біз бүгін шексіз қуаныштымыз. Өткені алғаш рет хат танытып, сауатымызды ашқан әліппені бітірдік. Мен енді өзім оқу, өзім жазу жаза аламын. Ертеңгі әңгімені де өз бетімше оқи аламын. Біз көп нәрсені, кітап оқуды, өлең жаттауды, сурет салуды, ән айтуды үйрендік. Апайларға қарап тұрып айтамыз, балалар? Балалар, мен сендерге сұрақ қоямын. Іші толы әріпке білімдегі жарық не? Әліппе. Олар. Олай болса, бәрімізге ең қымбат әліппені ортаға шақырайық. Армысыңдар, жас достар, армысыңдар, ата-ана, болашаққа жол бастар, әліппе келді ортаға, білім деген ғажаптың, әліппесін меңгерген, келешегі қазақтың, басталады сендерден, таудай болса талабын, айтары көп әріптің, қуанышы ананың, қуанышы баланың, жақсы білім көрімдік, болсын сізге қалайық, не үйрендік, не білдік, қане ортаға салайық. Жақсы, әліппе ортаға отыра ғой. Балалар,
өнер білімнің барлығы да мектептен басталады. Біз әліппенің арқасында көп нәрсені оқып, үйреніп білдік. Жүрекке жылы тиетін отан, ата-ана, мектеп, әліппе сөздерімен таныстық. Балалар, мен сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Біздің отанымыз қай республика? Қазақстан Республикасы, дұрыс айтасыңдар. Біз қай облыста, қай қалада тұрамыз? Шалқар қаласында тұрамыз. Жақсы. Енді өзіміздің отанымызға арнап тақпағымызды айтайық. Отан менің өз елім, отан туған өз жерім, отан далам өзенім, гүлдей жайнап өсемін. Отан менің әнім, отан менің сәнім, ел жетеміз, туған ел, сені сүйіп бәріміз. Балалар, ата-аналарға, апайларға қарап айтайық та, ұялмаңдар, бер қарап айтыңдар. Қор, отан. Қор. Балалар, біздің білім алатын ордамыз, әрине балалар, ол мектеп. Біздің мектеп Ыдырыс Үргенішбаев атындағы, Батыр атындағы мектебіміз. Бұл мектепке біз өз үлесімізді қосу үшін осы мектепке бар күш-жігерімізді салып, жақсы оқу, білім алуымыз керек екен. Әрине мектеп кеме, білім теңіз. Біздің мектеп екінші үйіміз. Сіздердің бір күнгі жарты күндері осы мектепте өтеді. Аптаның 6 күнінде осы мектепте өтеді. Ол келген кезде сендер бостан-бос жүрмейсіздер әрине балалар. Ол жерде не істейміз біз мектепте? Білім аламыз, оқимыз. Сосын тәртіпті үйренеміз балалар. Солай ма? Жақсы. Ендеше мектепке арналған ән жырымызды бастайық. Мектеп деген білім кені, жұрт кені, мектеп деген тәрбиеші адам. Мектеп деген ғылымның үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналарды мекені. Мектеп білім берер алтын ұям, ер жетіп сендей сөзін артты санам, баулайсың 4 жыл бойы ата-анандай, әрқашан қасиетті атым маған. Мектеп вальсі орындайтын бір топ оқушылар.
сен алтын ұя мектебім, саған айтар алғысым көп менің. Жүректерге білім жаққан шырағым, мақтан тұтам сені мәңгі мектебім. Ұлылықта ардақ тұтар үнемі, алтын ұя ақ босаға киелді. Қанат қаққан білім алып бізденен, күллі шәкірт саған басын иеді. Мектебім алтын ұя нұры жарып, жайнайтын өтімнің гүлін жарып, сүйкімді сенің күміс қоңырауың, тұрады құлағына сыңғырғауың. Мектеп үйім, ұстазым менің ата анам, сенен өсіп, сенен ғана нәр алған, саян ыстық, сен мәуелі бәйтерек, тамырланып сан тарапқа тараған. Жүректерге жаққан білім шырағы, мектебіме арналады бұл әнім. Енді сіздерге менің осы сыныптың алдындағы бітіріп кеткен шәкірттері біліп отқан шығарсыздар. Осы 5-ші сынып оқитын Марал мен Гүлзаттың орындауында мектеп әнін қабыл алыңыздар. Бір-екі әріп бар. Тізілген соң ізімен өз кезінде танып қал демекші, тақпақтарымыз әліппеге арналады. Әке, шеше, адым сен, бізге үйреттің әліппе, бізге жақындағы сен
байғат оқитын, шәкіртім деп үздік оқитын, әйтпеятты кемемен кеземін білім оқитын. Үйретті бізді әрпе қырықы дербес әтті, жүзшілік құрап әтті лайық отық дәртке. Барлық әріп бағалы, айттық әділ бағаны, әріп сөзі болмайды, буын онсыз толмайды. Адам барлық әріпті ардақтайды, қолдайды. Рахмет балалар. Ал енді алфавиттегі алғашқы үш әріпті айтайықшы. Келесі слайд па, келесі слайд. Болды. Бұрай отырылды қазір, отыр. Ал балалар, алфавиттің басында тұрған үш әріпті хормен айтайық. Ал жақсы, ендеше осы туралы біздің тақпағымызға келе ойна. Кел. Бұрай. Келбері, ойна. Бұрай. Айталы, бірінші. Аргумент бірінші. Алфавиттің А тұрады басында. Әрқашанда Ә тұрады қасында. О, байқадың ба, Б тұрады үшінші. Ал осының сыры неде түсінші? Көрсетіп көрді. А деген ол аналар ғой ардақты. Ә дегені әкелер ғой салмақты. Б дегенің ол балалар ғой әдемі. Біздің елде іші өте кәделі. Ашық кетпес сондықтан да расында. Тұрады олар алфавиттің басында. Балалар, сендер төрт ай ішінде көп нәрсені үйрендіңдер. Осының бәрін үйреткен кімдер? Міне білімнің кілті. Әліппемен қоштасар уақыт та жақындады. Кәне әліппеге қош айтайық. Әліппе әнін орындайық. Хор әліппе.
бар екен. Әліппемен қоштасу сөзімізді айтайық әне. Бізге елдер салып берген қош құтты әліппе. Қош құтты әліппе. Қоштасаға сөйлеймін. Әліппенің бетін жарығып, ұл қызыңды түгел білімдер. Келесі оқу жылына аман есен түгел жер. Бес болсын алар бағамыз, біліммен бақыт табамыз. Өнер білім көп болып, өсе берсін санамыз. Бәрі көрді. Қош құтты әліппе дейді. Қош құтты әліппе. Қош құтты әліппе. Әліппемен қош айтысып қаламыз, енді қолға ана тілін аламыз. Ата-ана қуанышқа ортақ бол, сауатты боп шықты міне балаңыз. Уа халайық, уа халайық, мұнда назар салайық, бәріміз қол соғып ана тілін қарсы алайық. Туған елдің тілімін, ақылымен танымымын, түсіндірер бәріне, ана тілі пәнімін. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Балалар, енді сендер мені оқитын боласыңдар, ынтамен оқысаңдар көп нәрсені үйренесіңдер. Мен сендерге жұмбақтар жасырайын, сендер соны ішесіңдер. Қабат қаптама, ақылың болса аттама. Тақтада жазып жалықпаған, жаза арықтаған. Дұрыс кім тапты? Жақсы, келесі. Үйренген білімді, 42 білімді. Жоқ. Ана тіл. Жоқ. Шында, қайттан айт. Үйренген білімді, 42 білімді. 42 әріп қой. Жоқ. 42 әріп дейміз? 42 әріпті. Қаттайт. Жансая шешті, әрғарай. 6 түрлі түсі бар, сурет салар ісі бар. Қарындаш. Рахмет балалар, жарайсың. Ана тілі отырып, балалардың өнерін тамашалаңыз. Ана тілін білмеген, ақылы жоқ желікпас. Ана тілін семеген, халқын сүйіп жарытпас. Ана тілі ұраным, ана тілі құралым. Ана тілі болмаса, мықты болмас тұрағым. Ана тілін біліп қой, бостандығын тердігін. Ана тілін біліп қой, мақтасын ердігін. Елі бол балаға, бала әлінің анаға, басымызды үйіміз, баламыздың тілі деп, дарамыздың үні деп. Ана тілін сүйеміз. Ертегілер орындайтын мөлдір.
Рахмет. Әріптерді үйретіп, жақын болған кім бізге? Жамандықтан жеңіліп, ақыл болған кім бізге? Ең алғаш алғанда әліппені қызығып қарай бердім әліппені. Мен үшін жұмбақ болып қалар меді, ұстазым оның кілтін ашып берді. Математик болуға үйреткен әркіні, үйреткен санауды көп еңбек сіңірген мұғалім апай ғой. Енді санағанға шыға қойыңыздар, тездетіп 10 бала тездетіп шыға. Назым, сен дайындала бер. Сандырмесіне бар, әрсеттен ойламайсыңдар. 3, 4, Бір дегенім бесік, шықты судан өзік. Екі дегенің елім, далам, тауым, көгім. Үш дегенім үміт, үміт қатар жігім. Төрт деген төзім, төзе бере өзім. Бес дегенім бақыт, бақыл айту уақыт. Алты деген мақыл, тыңдағаным бақыл. Жеті деген жалам, жүрек деген алым. Сегіз дегенім сезім, жетпен. Сен нұрдәулет кәпкісің бар әйтпесін. Нұрдәулет қатты. Тоғыз деген тоқтау, елдің жауы жоқтау. 10 деген мотам, қорға соны ботам. Ой, жарайсың. Отан қорғайтын болашақ жас ұландары қолдағы отыра ойындар. Әдет. Сосын сен дайындап тұра. Үйретіп мұғалім бізге әліппені, мұғалім қолыма жол салып еді, адамның ақылы мақсаттар алды. Оқудың сәулесімен жарық көрді. Ұстазы мені орындайды, сәкен анасы. Тыңдаған көңілдегі толғанымды, шындағанда биеме талғанымды, өнердің маған сыйы деп білемін. Өзіңдей жанға шәкірт болғаныңды, табылған балапанем ұядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы. Ұстазға деген ысты сағынышым, бір әнге қалай ғана сыйладым. Ұстазым менің қамқорым еді, баулыған асыл өнерге. Жүрегім дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Өнердің мен білмейтін қатпарларым, танымасын әргенше тоқтамадым. Алдымнан шықты бүгін қолым бұлғап, қандай жыл қиялдағы тәтті арманым. Ұстазым менің қамқорым еді, баулыған
шәкірттің баласынан кем көрмейді. Ой, тамаша. Әліппе таңғы жолашты, жаңадан пәнде жалғасты. Әліппе сырын ұқтырған, рахмет жалғашты. Жарқын жүзді ұстазым. Ерсұлтан қолын түсіп. Қолдарын тізелеріңе қойыпты, қорайтқан кезде қолын. жазуға, санауға үйреткен ата-аналарымыздың үлесі бар. Ата-анамызға ризашылығымызды білдіреміз. Балалар, сендер үшін түн ұйқысын 4 бөліп қуансаң қуанып, біріншіден жұбататын асыл адам ана. Ана біз үшін ең ардақты адам. Ананы сыйлау біздің парызымыз. Нарима. Дүниеге әкелген, ол да сенің анашың. Ақыт беріп өсірген, ол да сенің анашың. Кіланмасаң кешірген, ол да сенің анашың. Мәпелеген баласын. Аман болсын анашың. Ата-анаға егелі, отасына өстіп, жақсы қоғам қуантып, бізді күнде алдықты. Әліппені бітірдім, әріптерді танимын. Мен әкемнің баласы, мен оқыса боламын. Ата-анаға мың рахмет. Әкешім әні орындайтын Сағындық пен Ерсұлтан. Слайдтарды жұмыстырып басына басына. Табақтар, бет атамасын берсін. Айбол. Асып басын. Балағынан шыға соң
Рахмет. Қымбатты оқушылар, сендерді мектептегі алғашқы жетістіктерімен құттықтаймыз. Білім баспалдағына өрлеген сапарларың сәтті болсын. Құттықтау сөз мектебіміздің бастауыш сыныптар жөніндегі оқу ісінің орынбасары Мұқанова Шолпан Байғазы қызына беріледі. Құрметті ұстаздар және ата-аналар, мына біздің биылғы мектеп табалдырығын аттаған қадірменді бүлдіршіндеріміз. Бүгін сіздер міне мектепке келгелі, әліппе оқулығымен танысып, білімнің есігін ашып, жаңа өмірге қадам бассындар. Білім теңіз, мектеп кеме болса, сол теңіздің алғашқы сіздер қарлығаштарысыздар. Әр уақытта да сол үлкен теңізде сапарларың сәтті болсын, қажымай, талмай, ата-аналарымен бірге егеменді еліміздің, тәуелсіз Қазақстанның ең бақытты, білімді, мейірімді азаматтары болып ер жетіңіздер. Сіздерге мектепке келгенде, Батыр атындағы мектептің алтын қақпасынан қарсы алған алғашқы ұстаздарыңыз осы мектептегі үлкен тәжірибелі, ауданға белгілі, беделді аудан мектептерінде бастауыш сыныптар мұғалімдеріне әдіскер Тұрғанбаева Бибігүл апайларыңыз. Осы ұстаздар жақсы білім алып, сіздер де осы апайдың бүкіл республика көлемінде қазір мектеп түлектері болып қызмет етіп жатқан шәкірттерінің ізін басар, ізбасарлары боларсыздар деп, біз мектеп атынан, мектеп ұжымы атынан сенім білдіреміз. Ал енді осы балаларымыздың алғашқы қарлығаш кешіне құрметті қонақ болып келіп отырған біздің әрі осы балаларымыздың қадірменді ата-анасы, әрі біздің мектебіміздің тілектес жанашырлары, әрі демеушілері, осы ата-аналар, сіздер де отбасыларыңызда тек қана амандық болып, балаларыңыздың құлындай ойнаған әрбір қадамына тек қана мектепке жарқын жүзбен, қуанышпен келе беріңіздер. Ендігі барлық белес үлкен шың алдарында сол биік белестерге ұстаз ата-ана шәкірт болып бірге қадам баса береді. Алдымызда келе жатқан жүйрік тұлпар, жаңа жыл келе жатыр, жылқы жылы келе жатыр. Тек қана сол кезде сіздердің отбасыларыңызға, елімізге, бүкіл халқымызға, дүние жүзіне бейбітшілік, аманшылық тілеймін. Әліппе деген сөздің қасиеті де, құдіреті де әр кезде өшпейді. Мына апайларыңыз бізге берген шақыру билетіне әдемі өлең жолдарын жазып қойған екен. Одан артық сөз жоқ. Әліппем менің әліппем, сені қолға алып мен, есігін аштым мектептің, ертеңгі сәуле жарықпен. Қош бол құтты әліппем, көп нәрсені үйреттің, таныстырып әліппен, тақылдатып сөйлеттің. Жақсы білім көрімдік, болсын бізге қалайық. Не үйрендік, не білдік, кәне ортаға салайық деп өздерің жазған екенсіздер. Сіздердің үйренгендеріңді, білімдеріңді және өнерлеріңді де көріп қуанып отырмыз. Арамызда неше түрлі білімді ертеңгі күні олимпиада шыңына көтерілетін балалар өсіп келе жатыр екен. Арамызда бишілер келе жатыр екен, арамызда әншілер келе жатыр екен. Осы кішкентай қадамдарына үлкен сәттілік тілеймін. Енді сіздердің осы әліппемен қоштасу кешінен естелік ретінде апайларыңыз ұйымдастырып мынадай жақсы естелік кітап жасатқан екен. Осы естелік кітапты табыс етейік. Хамзина Жұлдызай. Өмірғалиева Мөлдір. Балмұхамедова Нұрқият. Шыңғыс. Диас. Дайындап тұрда, тездеп бір нәрсе. Диас. Гүлсая.
Гүлзия кел. Бибарс. Кім аяулым? Аида. Аида, тез тұрыңдар. Нұрай. Айбол. Нариман. Мақсат. Әділет. Эльвира. Елсұлтан. Нұрдәулет. Дилназ. Жансая. Назым. Әділхан. Бекнұр. Мержан. Сағындық. Жақсы балалар. Кәне. Балалар, кім жинағашы қолындағысын? Қазір ата-анаңа береміз. Жинағашы. Қазір жинағасын беріңдер. Хор айтып болғаннан кейін аласыңдар. Енді тыңдаймыз балалар. Келесі сөздің кезегі біздің бүгін әріппенмен қоштасу ертеңімізге келген қадірменді қонақтарымыздың бірі, мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Сабина Айгүл Дабылқызына сөз беріледі. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, бүгінгі қош бол әліппем атты ертеңгілік кештің қонақтары. Біріншіден ұстазы Тұрғанбаева Бибігүл апайға рахмет. Осындай балаларды тәрбиелеп, әліппені алғашқы әріптерді үйретіп, осындай деңгейге жеткізген сізге көп рахмет. Біріншіден құрметті ата-аналар, мынау сіздердің балаларыңыздың алғашқы қадамы құтты болсын, дені сау болсын, мынау егеменді еліміздің абыройлы үлкен азаматы болсын. Сабағын тек қана бестікке оқып, аман есен сіздердің тек қана осы балдарыңыздың жетістіктерін көре берулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Балдарыңыздың қуанышына тек тойларында жүре беріңіздер. Рахмет. Сөз кезегі ата-аналар сіздерде. Ата-аналар арасынан бір ата-ана шығып, балаларға өз тілегін айтып берсін. Клара кел. Біздегі шығыстың әжесі Клара. Құрметті балалар, бүгін қош бол әріппе атты кештеріңіз құтты болсын. Әріппемен 42 әріппе үйрендіңдер. Ұстаздарыңа рахмет көп. Ұстаздар сіздерге көп рахмет. Сіздерге басымыз дейміз. Мұғалім болып, жаңа сабақ беру оңай емес, балдарға бәрін біз түсінеміз. Бибігүл апай сізге көп рахмет. Балдарды осындай тәрбиелеп, өсіріп, өнеге бергеніңізге. Рахмет шексіз, алғысымыз. Рахмет. Ата-аналар балалардың шарларын гүлдерін қолдарына беріңіздер. Бүгінгі ертеңгілеріміздің Хор. ертеңімізді аяқтау әрқашан күн сөнбесін. Хормен аяқтаймыз. Бәріміз баршамыз тыңдаймыз. Біз 3 тілде айтамыз. Ағылшын тілін оқып жатқанымызды көрсетеміз қазір ата-анаға.
бүгінгі 1-ші А сыныбының дайындаған Қош бол құтты әліппем атты әліппемен қоштасу ертеңгілігі аяқталды. Келгендеріңізге көп рахмет.